Сен менен отбасыңды құтқаруға келдің. Енді сен менен кім қарайды екен? Мен қарам. Оны да, отбасымды да құтқарам. Сидхан, жоқ балам. Сидхан, бағым, сен неге бөлмеңнен шықтың? Сидхан, сен кетші бұл жерден. Бөлмеңе баршы бала, саған өле қалуға болмайды. Жоқ апа, мен онда бармайым. Өтінем тыңдашы, кетші бұл жерден. Сидхан, сонда сен менімен бірге жоқ. Сидхан, асығыс шешім қабылдама, өтінем. Сидхан, дұрыстап отбасыңның басынан қайырмай болады. Қараш, Сидхан, мына адамдарға қараш. Мен ешқашан мына адамға барғым келмейді. Бірақ олар бізді қарақсы келеді. Мен бұл үшін Сидхан, Сидхан, Сен есің дұрыс па? Сен ешқайда кете алмайсың. Мен баруым керек, білем. жоқ. Не істеуім керек? Бұл қайда? Қалған бөлмесінде болған. Сидхан, бағым, сен бұндай шешімді жалғыз өзің қабылдай алмайсың. Менің отбасымнан келгім келеді ғой. Онда менің өмірімді ал. Бірақ Сидханды жайына қалдыршы. Өтінем сенен. Жалынам, жалбарынам. Әже, сіз не тұрсыз? Әже, сіз осы отбасының тірегісі. Егер сізге бірдеңе болып қалса, әулетіміздің тоз-тозы шығып быдырақ еді. Өтінем, онда сіз айтыңызшы. Сидхан, егер мен осы отбасының тірегі болсам, онда сен біздің отбасымыздың болашағысың. Сен кетсең ертеңіміз болмайды, балам. Жоқ, балам, сені ешқайда жібермеймін. Өте дұрыс айтасыз, әже. Бұндай шешімді жалғыз өзің қалай қабылдайсың? Мен сенің әйеліңмін.
шешімді ақылдасып, бірге қабылдаймыз деп уәде бергенбіз. Тіпті қандай қиын жағдай болса да, солай емес пе? Берген уәдеңді неге ұмытасың, Сидхант? Сен орныңнан тұруың керек, Симар, тұршы. Симар, есіңді шеш. Менің басқа амалым қалмады. Егер отбасы мүшелеріне қауіп төнетін болса, Майямен бірге кетемін деп әлдеқашан шешім қабылдаған. Мен сіздерді, отбасымды өте қатты жақсы көремін. Мен сені сүйемін. Жоқ, Сидхант, өтінем, олай істемеш. Мен бұған қарсымын, олай істемеш. Өтінем. Жібер жана, маған күш бере көр. Роли, Жете, Майя. Бүгін сен тым шетке шықтың. Бұдан әрі бір қадам аттап баспайсың. Себебі сенің жолың осы жерден кесіледі.
құтқарушыларың сақын болып шықты. Осы күнге дейін сенің өміріңді қорғап келдім. Бірақ сен мені өлтіргің келді. Саған деген сенімімді аяққа таппадың. Саған қарыздар болғандықтан қолымды көтере алмап едім. Бірақ енді Сидхантты алып кетуге маған ешкім кедергі бола алмайды. Сен де, сенің жеңіл шаран да маған кедергі емес. Сол жебеу шарың алдыма келсе де, Сидхантты бұл жерден алып кетуге бөгет бола алмайды. Менің бар төлімім таусылды. Сидхант екеуміздің арамызға ешкім жете алмайды. Не болды? Жарық неге сөніп қалды? Әке! Жарыққа не болды екен? Сидхан! 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 Ол қайда? Сидхан! 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 Жебеу шаран. Сидхан! Сидхан! Осында қалып қойған ба? Оған мына найзаның ешқандай әсері болған жоқ. Себебі содан кейін ол бәрібір өз мақсатына жетті. Осында келгендегі ойын жүзеге асырды.